Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін жеті шелпектің рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге бар жоқ 3 ингредиент қажет. Ұнымызды дайындап аламыз. Суымызға тұзымызды қосып араластырып аламыз. Кейін суымызды ұнымызға қосып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Жалпы жеті шелпек енді біздің жақта Көкшетау қаласы, яғни мен Уәлиханов ауданынанмын. Біздің жақта, яғни Құдайнан деп айтады. Мен көбінесе жұма күніне осы жеті шелпекті жасаймын. Рецепт жасау енді әркімде әртүрлі. Мен мысалы біздің жақ осылай жасайды, сол себепті мен өзімнің рецептімен бөлісіп тұрмын. Енді жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Қолымызға сәл жабысса азғантай ғана ұн қосасыздар, бірақ көп қоспаңыздар. Жалпы қол жабыспау үшін ғана азғантай қоссаңыздар жеткілікті. Кейін нанымызды жақсылап тұрып иіні қанғанша уқалап аласыздар да, осындай қамыр болып шығады. Кейін бұл қамырдың үстін аздап орамалмен жауып 10-15 минутке қойып қоясыздар. Кейін осы қамырымызды біз 7 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырымыздың иіні қанғандықтан бұл негізі қолға жабыспайды. Өте сондай жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болып шығады. Осылайынан яғни жазып аласыздар дағы 7-ге бөлесіздер. Біз жақта яғни шелпекте міндетті түрде 7-шісін сәл қалыңдау қылып жасайды. Мен осылайынан яғни жалпы тең емес деп бөлмеймін, өз көз мөлшерімен жасаймын барлығын. Тек 7-шісін аздап қалыңдау қылып саламын. Кейін осы бөліп алған 7 бөлігімізді кішкене дөңгелектеу етіп форматын жасап алдын ала дайындап аламыз да, барлығын бір-бірлеп пісіп шығатын боламыз. Оқтауменен сып шығасыздар. Қыздар, мен жалпы жасаған кезде енді идеалды түрде дөңгелек болып шықпайды. Сол себепті біріншісін мен жаңағы мысал ретінде көрсетемін қазір. Осылайынан жаңағы ысып аласыздар да, егер де жаңағы мінсіз дөңгелек болып шықсын десеңіздер, осылай ысып алғаннан кейін дөңгелек жаңағы табақпенен дөңгелетіп етіп шоуларыңызға болады. Сонда сіздердің жаңағы шелпектеріңіз мінсіз дөңгелек болып шығады. Ал қалған нанды жинап қайтадан ысып шелпек қып пісіруге болады. Бірақ мен мысал ретінде ғана көрсеттім. Жалпы мен ысам дөңгелек етіп, бірақ кейде жаңағы мінсіз болып шықпайды. Бірақ ең бастысы ниет. Ниеттеріңіз таза болса болғаны. Мен жалпы видеоның кішкене жылдамдығын көбейттім. Себебі жаңағы баяу процесі өте 20 минуттық, сол себепті мен кішкене тездеткен қалпында жылдамдығын кішкене қосып істедім. Сөйтіп барлығын жайып аласыздар, тек 7-шісін сәл қалыңдау қылып жаясыздар. Жұп-жұқа болуы тиіс. Міне осындай жұп-жұқа болып шығады. Мейлінше жұқа етіп ысуға тырысыңыздар. Кейін табаға май құйып қыздырып аласыздар да, табада екі жағынан өте тез піседі. Өте тез. Жалпы бір жағын 10 секунд, екінші жағын 10 секунд шығар, өте тез піседі. Себебі бұның құрамында тек қана ұн менен су қосылған болды. Екі жағын міндетті түрде қыздар бетіп айналдырып отырыңыздар, сонда өте жақсы піседі. Және де міндетті түрде қайнаған майға салыңыздар. Егер де майларыңыз қайнамаған болса, онда мынау шелпек майды өз бетіне жұтып алады да, біріншіден шикілей болуы мүмкін, екіншіден өте қатты май жұтқан болып шығады. Міндетті түрде осылай шанышқымен айналдырып отырып пісіріңіздер. Сонда ол өте жақсы көтеріледі. Осылайынан барлық жаңағы 7 шелпектерімізді пісіріп аласыздар. Жұма күні жасап отырам, көбінесе өте жеңіл, ыңғайлы және де өте тез жасалады. Осылайынан міндетті түрде астына сүлгі төсеңіздер, артық жаңағы майды жұтып алады. Осылайынан барлық 7 шелпекті кезек-кезегіменен майға салып отырып пісіріп аласыздар. Мен жай ғана таза сұйық майда пісірдім. Осылайынан дайындап
пісіріп еш қиындығы жоқ. Міне осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұма күні болсын, кез келген күнде астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.